Биыл Талдықорғанда инклюзивті спорт кешені бой көтереді. Бүгін мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған мамандандырылған спорттық оңалту орталығының уақыт капсуласы салынды. Салтанатты шараға Жетісу облысының әкімі қатысты. Бейбіт Исабаев әлеуметтік нысанның ерекше қажеттілігі бар азаматтардың қоғамға белсенді араласуына кең мүмкіндік беретінін атап өтті. Талдықорғанда жаңа инклюзивті спорт орталығының құрылысы ресми түрде басталды. Бұл жоба инклюзивті ортаны дамытуға серпін беріп, бұқаралық спорттың жаңа деңгейге көтерілуіне жол ашпақ. Шара ел президентінің мүгедектігі бар жандарды қолдау туралы тапсырмасы негізінде жүзеге асып отыр. Салтанатты жиында Жетісу облысының әкімі бұл тек әдемі ғимарат емес, кедергісіз орта қалыптастыру жолындағы маңызды іс деді. Бейбіт Исабаев өңірде пара спортшылардың жетістігіне де тоқталды. Біздің өңірде пара спорт қарқынды дамып келе жатыр. Жүздеген медальдар алып жатырмыз. Мысалы, ауыр атлетикадан пара олимпиаданың ойындарының күміс жүлдегері ортамызда Заушан Қойшыбаева отыр. Осы жақында ғана Сурда олимпиада ойындарының қола жүлдегері болған Рамазан барамыз Әбдірасыл отыр. Спортпен айналысып, Қазақстанның атын шығарып, көк туымызды желбіретіп, әлемде танытып жүрген бұндай азаматтарға біз тек қана алғыс айтамыз. Заманауи инклюзивті орталықта спорттың 22 түрімен айналысуға болады. 2 қабаттан тұратын ғимарат ішінде әмбебап ойын залы, жекпе-жекке арналған арнайы алаңдар мен күштік спорт бойынша бөлмелер қарастырылған. Сонымен қатар кәсіби оқ ату, тері мен садақ ату да бар. Кешенде кедергісіз орта қағидаттар ескерілген, яғни әрбір табалдырық, есік тұтқасы мен жедел сатыға дейін ерекшелігі бар азаматтарға бейімделмек. Сонымен қатар мұнда заманауи оңалту қызметін көрсететін медициналық блок орналасады. Мен бастаған кезде қиыншылықтар көп болған, өзім зал іздейтімін. Салынып жатқан спорт кешені жастарға мүмкіндік береді. Мен сияқты қиналмай, уже өздері спортқа барып, өз күштерін көрсетіп, сондай неге дами алады. Орталық бір мезетте 150 адамды қабылдай алады. Жоба Қазақстан халқына қорының есебінен салынып жатыр. Бұл қордың қолдауымен облыста жалпы құны 11,3 миллиард теңге болатын 22 қайырымдылық жоба жүзеге асырылуда. Олар әлеуметтік инфрақұрылым, денсаулық сақтау, білім беру және спорт салаларын қамтиды. Енді әр өңірде өзінің спецификалары бар, қандай параспортсмендер бар, соларға арнайы өздерінің керекті құрал-жабдықтарын, залдарын дайындап жатыр. Осы спорт саласында мына бізде Жетісу облысында 5 жоба 4 миллиард 400 миллион теңгеге құрайды. Бұл жерде жұмыс ету методологиясы болу керек, стандарттарға сай керек, заманауи қазіргі өзіне заманына сай нәрселерді алып келу керек, да, инновациялық технологияларды, трансфер технология дейміз. Соның барлығы әр жобада бізде қарастырылған. Мердігер компания басшыларының айтуынша, бұл кешен жыл соңында пайдалануға берілуі тиіс. Инклюзивті инфрақұрылымды дамыту жағынан Талдықорған Қазақстандағы жетекші спорт орталықтарының біріне айналмақ. Бұл азаматтарға деген қамқорлықтың сөз жүзінде емес, нақты іспен дәлелденіп отырғанын көрсетеді. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.